Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абай ұлы ақын. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – Абай – великий поэт. Жаңа сөздер, новые слова. Өмір, жизнь. Шығарма, произведение, сочинение. Аударды, перевел. Ірі, крупный. Ұлы, великий. Тағы бір қайталап шығайық. Өмір, жизнь. Шығарма, произведение, сочинение. Аударды, перевел. Ірі, крупный. Ұлы, великий. Жіктік жалғауларды қайталау. Повторим личное окончание. Мен өлең жазамын. Сен өлең жазасың. Сіз өлең жазасыз. Ол өлең жазады. Мен қазақ тіліне аудардым. Сен қазақ тіліне аудардың. Сіз қазақ тіліне аудардыңыз. Ол қазақ тіліне аударды. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Ұлы ақын. Өлең жазды. Қазақ тіліне аударды. Ұлы ақынның шығармалары. Ақын өмір, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Тыңдалым, айтылым. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мазмұнын айт. Первое задание. Нужно вам вместо многоточий поставить нужные слова. Нужные слова находятся внизу. Қажетті сөздер. Аударды, табиғат, ақыны деген сөздер. Мысалы, например, Абай Құнанбайұлы қазақтың ақыны деп жазамыз. Солай арқарай жалғастырасыңыздар. Жазылым. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Второе задание. Вместо многоточия нужно поставить окончание. Мысалы, Абайды, өлеңі. Солай арғарай жалғастырасыңдар. Қылым, жазылым. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочитайте текст. Өзің қалаған 3 сөйлемге сұрақ қой. Выберите 3 предложения и составьте на них вопросы. Мысалы, Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға деп жауап бересіңіздер. Жазылым. 4-ші тапсырма. Көшіріп жаз, салыстыр. В тетрадке нужно вам будет переписать и сравнить. Например, мысалы, өлең жазды, өлең жазылды. Қандай айырмашылық бар? Салыстырыңдар. 5-ші тапсырма. Үлгіге қара. Посмотри на образец. Мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастырыңдар. По содержанию текста нужно будет вам продолжить диалог. Например, мысалы, Саша, сен Абай Құнанбай туралы не білесің? Саша, ты что про Абай Құнанбаева знаешь? Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, дара тұлға. Абай Құнанбаев казахский великий поэт, особая личность. Оның өлеңдері не туралы? Про что его стихотворение? Дальше вы сами продолжаете диалог. Есте сақта, запомни. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Абай Құнанбаев великий поэт. Абай
өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай писал стихи о жизни, образовании, природе. Абай орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абай перевел на казахский язык стихи русских поэтов. Абайдың өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Стихи Абая переведены на 33 языка мира. Үйгі тапсырма, домашнее задание. Абай қазақтың ұлы ақыны тақырыбына ақпарат тап. На тему Абай, великий казахский поэт, найти информацию. Второе. Жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. Давайте еще раз повторим. Өмір, жизнь, шығарма, произведение сочинений. Аударды, перевел, ірі, крупный, ұлы, великий. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.